Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, менің білімге бағдарламама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. 8-ші сабақ, 31-ші жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Ау, түйе құс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң, құсың не, ал құс болсаң, түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойым да түр денем. Түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Өлеңнің пайымдау бөлігін тауып көшіріп жаз. Өлеңнің пайымдау бөлігі, соңғы бөлігі, яғни мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда түр денем, түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Осы бөлігі пайымдау болып табылады. Түйе құс неге ұша алмайды, өз пікіріңді білдір дейді. Түйе құс ұша алмайды, себебі оның бойы ұзын, денесі ауыр болып келеді. 32-ші жаттығуға назар аударайықшы, суреттерге қара, онда не бейнеленген дейді. Бұл жерде қоян мен бала бейнеленген. Және де осы суреттерге қарап отырып сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бала орманнан не тауып алды? Бала орманнан қоян тауып алды. Қоянның аяғына не болды? Қайырып алды. Бала оған қандай қамқорлық жасады? Дәкімен орап берді. Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Орманға. Бала қоянға неліктен көмектесті? Ол да табиғат иесі болған соң, яғни қамқорлық жасады. Суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құра, және оған ат қой, керекті сөздерді пайдалан. Құраған әңгімеңді жаз, өзің хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасап көрдің бе дейді. Керекті сөздерді пайдалана отырып, мынандай әңгіме құрайық. Қоянға қамқорлық деп атаймыз. Бірде алмас серуендеп жүріп, жараланған қоянды көрді. Жақынырақ барып көріп еді, аяғы сынған екен. Қоянға жаны ашыған алмас аяғын дәкімен таңып қамқорлық жасады. Кейін еркіне босатып, орманға жіберді. Келесі 33-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Бұл не? Әрине бұл қоян. 9-ші сабақ, 34-ші жаттығу. Пайымдау мәтіннің бөліктерін тап. Дәлелденетін пікір, дәлелдеу және қорытынды пікір. Әр бөліктің арасын байланыстырып тұрған көмекші сөздерді ата. Құмырсқаның қыста қарны ашпайды, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын ереуіне тасып алады. Сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Бұл жерде дәлелденетін пікір, құмырсқаның қыста қарны ашпайды. Енді дәлелдеу, өйткені ол жазда таңертеңнен кешке дейін тапқан азығын ереуіне тасып алады. Қорытынды пікір, сондықтан оны еңбекқор жәндік дейді. Байланыстырып тұрған көмекші сөздер, өйткені, сондықтан деген сөздер. 35-ші жаттығу, мәтінді оқы. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілік етеді. Гүл шырынын сорып, бал жинайды. Адамдар бал арасын бал үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Төмендегі тапсырмаларға, сұрақтарға назар аударайық. Мәтін не туралы? Оған ат қой. Мәтін бал арасы туралы. Мәтінге бал арасы деген атау қоямыз. Немесе еңбекқор жәндік деген атау беруге болады. Бал арасын неліктен еңбекқор жәндік деп атайды? Өйткені олар кішкентай болса да көп жұмыс атқарады, бал жинайды. Мәтіннің пайымдау бөлігін көшіріп жаз. Бал арасын еңбекқор жәндік деп атайды. Өйткені олар өте кішкентай екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. 36-ші жаттығу, пайымдау мәтіннің бөліктерін дәлелдеу, пікірі, қорытынды тауып сызбамен көрсет. Адам үстіме мінсе, мен алғысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жылағасы мен боламын. Бұл қай кейіпкер? Бұл жылқы. Енді пайымдау мәтіні. Бірінші дәлелдеу. Адам үстіме мінсе, мен алғысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді ішеді. Олар қылымнан арқан еседі. Қорытынды. Сондықтан жылағасы мен боламын.
37-ші жаттығуға назар аударайық. Пайымдау мәтіннің бөліктерін тиісті сөздерді қою арқылы байланыстыр. Қоянның көздері шарасынан шығып бадырайып тұрады. Сондықтан ол қарсы алдындағыны ғана емес, екі қапталындағыны, сондай-ақ арт жағындағысын да бір мезгілде көре алады. Құрметті оқушылар, осымен біздің 8-ші және 9-ші сабақтарымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.